Қайсың, Сіз ба? Тосын сый. Әкең оралды. Қаяқтан оралды? Армиядан. Тұр тез. Бұл саған қал емес тас жата беретін. Тірліктерін істе. Шай ішпеймін ба не? Жаман киімдерін киді. Барып жер аудар. Шөпті жол анау. Малды суғар. Сосын ана сарайды бұз бар. Бүгін ба? Иә. Не, енді жылға дейін істемекшің ба? Бол тез. Жерді аударды не істемекшістер? Жаздың қақ ортасында жер қатып қалған кезде. Бана негеміз. Сен не қылмақшы сен? Тұр да тез тірліктерін қыл. Отпускта ауылға кеп демалайық, таза ауада демалайық деген бір тиын болды. Отпусксын сотпуск болайын деп тұр ғой. Келін? Келін. Ой. Ұйқымды беріп жатыр ғой наға. Ой, Құдай. Жұлдыз? Жұлдыз. Шырағым-ау, түс болды ғой? Түс көріп жатырым, жата тұрайыншы тағы. Ой. Сен ата-енең үйінде екенін білесің бе? Қайда жатқаныңды білесің бе? Ура, мама. Сәлем берді, қалайсыз? Көп жаса. Не жаңалық қалайсыздар? Жаңалық болғанда сол, қашан шай береді деп сен күтіп отырмыз ғой. Кеше түнде қаладан кешкеп жатып қалғанбыз ғой. Бұл қаз бұл. Бұлар үйге келсе бұларға сөйлей де алмайсың ғой. Келін деп сөйлей де алмайды екенсің. Аға, қалайсыз? Сезім, қалайсың? Жақсы. Маған мороженое алып келдіңіз, Мороженое дейсің ба? Ауылда да бар емес па мороженое? Енді қаланыкі бөлек та бәрібір. Ой, жаным, бәріне бір фирма барады ғой. В общем, іштерсе жоқ десе, Тоқта, менде чупа-чупс бар айтпақшы. Қомаш чупа-чупс нес? Чупа-чупс өзін не қыла бер? Чупа-чупс тақпады, әліғын. Не қыла бер деген несі? Зато қаланкы! Бұлардан менсінмей қатты қойшы. Көрсетемесін. Кеше Макс кеп жаңа хабарласып отыр. Кештетіп бірден ұйымдастырып өтіп қайтайық жағына. Ой, неменеге барамыз? Армиядан кеп бетіне. Соны айтам. Өзі іздеп келмей ма? Сағынып қаладан кепті. Досым деп. Келмегеннен кейін дос керек емес та ол. Не, болмайтын нәрсе айтасыңдар осындай, кішкентай болақса бе? Кеше түнде келген өзі. Семьясымен жүр ол тем ғой. Ой, қызық емес екен, қай уақытта келсе де. Осы любой время іздейміз ғой балдарды осы. Қойш, сен іздесең темекің таусылғанда іздейсің да сен. Бірақ сол бар бірақ. Қашан бір жарқырап адам іздеген, Кешке бірден ұйымдастырайық өш. Болды. Мақсат. Ергел. Мама. Ана келінге не болған? Не қалды? Бір түрлі болып жүр ғой. Нормально жүр ғой. Бас десе құлақ демеші. Қалада жүрмін деп ойлап жүр ма? Басына орамал тағып алмай ма? Келін екенін ұмытып кетті ма? Ұмытып кеткен жер. Қазір барып айтам. Ой, қойшы, артын жаппай-ақ қойшы. Айтқыш болсын, сол осы жаққа келе жатқанда айтпайсың ба? Орамалыңды тақ, ұят болады деп. Мама, ол күніге тағып жүрген жоқ қой. Ұмытып кеткен жер. Қазір барып ескертем. Ой, бұрмай. Келінге бірдеңе десең,
сөз бақтырмайсың, жүдә қатын жанды екенсің өзің. қойыңызшы. Бар кет. Бар. Қатын жанды деген несі? Өлет болды ғой, екі жағада лапылдап. Қайсың көңілін табатын білмейсің. Привет. Привет. Ағаң келген ба? Иә, келген. Таныштық па? Тыныштық, сол демалуға отпускке келген ғой. Кеше түнде келген. Тыныш па әйтеуір? Ой, иә, тыныш. Не болды осы сен участковый деген сай кәдімгі агентке ұқсап бүйтіп тінтіп. Ойнаймын да, енді қайнаған болған соң ойнайсың да. Қумаш қандай қайнаға? Енді болашақ қайнағам емес па мен? Сен өзіңе көп үйтіп ала берме, иә? Ол әлі белгісіз. Қалай белгісіз? Қалай белгісіз? Или бұл біреу тауып алған ба? Оу, Айсезім! Ой, ё-моё. Не істеп жатсың? Жер аударып жатырмын ғой, көрмей тұрсың ба? Бірдеңені ұмытып кеттім деп ойламайсың ба? Күректі ма? Басыңда бірдеңе болу керек емес пе еді деймін. Қойшы айналайын бір, өзіңде бар сияқты айтпай. Не ол? Миды айтып тұрсың да, миың жоқтығыңға келтіп тұрған шығарсың сол. Ол таки-так жоқ қой сонда. Бопты, соны бетіме басу үшін келсең. Басыңда бірдеңе болу керек емес пе еді деймін да. Не, айтшы тез-тез. И так та қолым бос емес. Орамал тағу керек деп ойламайсың ба? Қандай орамал? Оранжевый. Өлә, айтпайсың ба соны ертерек? Айтам ғой, басында шынымен ми жоқ қой. Орыстар отпускте шетелге шығады, ел көреді, жер көреді. Ал біздің қазекеңдер ше. Отпускте там соғады, болмаса ана тұрған қораны бұзып, қайттан соғады соны. Зато сол қора сенің балаңа қалады. Ал солар ұқсап жүре беретін болсаң, қартайғанда өзің бір өзің қаласың. Өмір деген бір-ақ рет беріледі деймін да. Жақсылап өмір сүру керек қой. Иә. Өзіңді ойласаң, сен бала шағыңды кім ойлайды? Бала шағым өз күнін өз көріп кетеді ғой. Қайтып көреді. Сен соларды тәрбиелеп өсірмесең, ақ қақпасаң, ертең өскінген жағы-жағына кетеді бет-бетімен. Ал сен қаласың, солар ұқсап ит бағып, құт сен құшақтап отырасың. Сол керек па саған? Болды шайлардың ішіндер. Сен де кірісіп кетіпсің ғой. Ойнап айтып отыр ғой жай. Қайдағы ойнаған? Бұл қалаға барып, бір миы кіріп, ақыл кіре ме десем, әлі сол қуып жүрген ғой әлі. Жасы мыңға кеп десеңші. Мыңға? Әке-шешең қаншада сонда? 1300-де. Қарғалар отбасысыңдар ма сонда? Қарғалар 400-ақ жыл өмір сүрмей ма? Болды. Шайлардың ішіндер. Қайдағы жоқ әңгіменен айтып кеттіңдер ғой. Ой, барамызды әбет кейден бітіріп қоямыз, кеп қаламыз. Күн сумай. Қалайсыңдар, бездельниктер? Осының үстінде формасы болмаса бар ғой, аузымын бет қылатын жай. Сен бет қылатын мен болсам көт қылатын. Осы келді ол. Не айтып атсыңдар, Өсек соға отсыңдар ма тағы? Ауылда ит жоғалған. Сендер емес па ұрлаған? Олжас, есің дұрыс па сенің? Адам ұрлаған деген естиді. Мал ұрлаған деген естиді. Итің не сенің, Ит ұрланса да бізден көре бересің ба? Сондай ғой бұлар. Наоборот, адам ұрланса барға іздемейді. Соңына ит жоғалса, мал жоғалса, көресің ертең бір күн шыбын жоғалды деп келеді. Өз біздің елде адамнан қарағанда жан-жануардың құқығы жақсы қорғалмай ма? Болды, жабыңдар ауыздарыңды. Сөз берсе болды бұларға. Одан да сабақты өйстіп оқымайсыңдар ма қатырып? Қандай сабақ, сабақ бітіргеніміз 10 жыл болды уже. Көрмедік қой 10 жылдықтарын, тойламадыңдар ғой.
соны жасайын деп жатырмыз енді. Ақылдасып отырмыз қазір. Шілдеде ма? Шаңқай түсті. Не болыпты? Может, сентябрьда тойлагымыз келген шығар. Бол деп миды қатырмаңдаршы. Одан да жұмыс істемейсіңдер ма? Сен жұмыс істеп жүрсің бе сонда? Істеп жүрмін. Не ана қолыңдағы? Дела. Пустой ғой, ештеңе жоқ, арғы беті көрініп тұрғаны. Жинап жүріп қой енді деректің бәрін. Короче, итті қай жерде жасырып ұстап отырсыңдар, мойындаңдар. Олжас, сен ана қызметіңді бар ғой, асыра пайдаланады, не осы соны айта берме, түсіндің ба? Немене иттің жоғалғанын бізден көріп тұрсың? Не үшін тергеп тұрсың бізді? Қамбар, аузыңа байқап сөйле. Қазір апарып қамап қоямын, түсіндің ба? Тергеу изоляторына апарып тергеп тастаймын, надо будет. Бүкіл ауыл біледі ғой сендер ана сәрсеннің итін ұрлап әкетіп шашлық қылып пісіріп жегендеріңді. Еще кім айтты оны саған? Кім айтты? Надо будет бар ма? Біз вообще оны харам нәрселерге вообще жоламаймыз. Арақ ше. Күнде арақ ішіп жүрсіңдер ғой. Ол әшейін бой сергіту ғой, ми демалдыру дегендей. Сен миың шаршап жүр ма не? Миың вообще жұмыс істемеген ғой, сен қайтып шаршайды ол, түсінбеймін мен. Короче, жігіттер, ана ит іздестіріліп жатыр. Мен дерек, дәлел бәрін жинап жүрмін. Вдруг сендер ұрлағандарың біліп анықтасам, болды, маған ренжімеңдер. Екеуіңе 7 жыл, сен қабаққа 10 жыл сотталасыңдар. Үйтіп бар ғой, болмайтын нәрсе істеп жүрген жыл ғой. Дұрыс нәрсені айналысса, еріккен тірлігін істемейше. Біле білсеңдер, ит 7 қазынаның бірі. Сондай ма? Оу. Сықиып кейін қайда баратырмыз? Мен балдарға жолып қойтам. Точно балдарға жолып қайтасың ба? Енді қайда барам? Білмеймін ғой, әйтеуір аңыздарға сүйенсек ертеде осы ауылда ғашығың болған деседі ғой. Ондай қау өсектерге сене бермесей. Қау өсек деп жүріп абайла, махаббат майданына бірге аттанып кетпеңдер. Жаным-ау, ақын жазушым менің. Қорықпа, ондай болмайды. Тем более ол ауылда емес. Ауылда емес деп тұрсың, значит бар ғой, Біреу, кім ол? Ойнап айтып жатырмын мен. Давай. Қатырат болды. Ойнап айтып жатырмын. Мақсат. Ау? Жаңа тірліктер бітірдің ба? Папа. Жұмыстарды бітірдім мен. Балдармен жолығып кетейін деген ғой. Жолыққанда кім жіберді сен? Кім жіберді болғанда 30-ға келдік қой, папа. Сұранбай кете беремін. Қайырды жазып қойды? 30-ға келген екен, сұранбай кете беруге болады деген. Енді сонда да. Болыпты бар. Кешікпей кел бар. Алдыңда төбелеске жүрме тағы. Жоқ, төбелеспейміз. Жас емеспіз ғой қазір. Жақсы пап. Кет. 20 жылдықтардан да мақтап істейміз, арқа саламыз, ауылдың алдына түрт ұштап. Городский келді, городский. Ассалаумағалейкум, қалайсыңдар? Сөрлете, төрге шығар, отырыз. Сен ана тап жүр. Отыр. Не деген жерде отырсыңдар, анау-мынау кафеден озып түсетін жер екен, мынау. Қарасай, уже менсінбей қалған ғой қалаға барып. Қалайсыңдар? Ауыл қалай жалпы? Зор ғой бізде. Зор. Ауыл деген тып-тыныш, жылжып жатқан жоқ. Мына үшеуміз ауылдың шетінен ұстап алғанбыз. Жылжытпаймыз ғой ауылды. Ауылдың тыныштығын ойлайын деп өлетін болды да қойса, Ауылдың тыныштығын участковый ойламай ма? Ой, участковый ауылдың тыныштығын ойламақ түгілі, итін тауып алсын бірінші ол. Қойшы. Тамыр, кесей. Төртеуміз бүгін мөлдіреп асай тамыр. Жони, мен қойып кеткем. Жоқ, былай қойғам деп отын. Болып тұғанда немене әлде қандай отыр, берей. Отыр, 100 етіне қоя. Қамбар, арада 1 жыл өтті ғой. Тәуе келген шығармыз. Бір күн өткен құсап айда салыңыз. Ішпеймін. Имам болып қалады ғой бұлар. Тамыр, мынау мұздай болып тұр. Зор көтеді қазір, асай тамыр. Жони, қойшы. Сосын тамыр дей бермеңдірші. Немене өлі? Тамырларың тартылып қалған ба? Айттым ғой, қалаға бару кісі оқпаған, менсінбейді адамды. Тамыр дегенде ұялады ғой. Өзіміздің тілде сөйлесейік та, жолдас бала, бауырым, досым, бауырым. Қайдағы жоқ, тамыр. Тұрсайды, келсі, тамыр, ұры. Болды, ке, тамыр, ұр, асай, тамыр. Жони, қойшы дедім осаған. Ішпеймін жігіттер. Қойсаңдаршы болды ғой. Жүрістеріңнен ұялмайсыңдар ма?
Сендерді де біреу аға деп сыйлайды ғой. Отбасыларың отыр сендерге сеніп. Жүрістерің мынау. Әлі қоймағасыңдар. Бүгін сен келді деп жиналып отыр ғой. Бір жақсылыққа жиналып отыр ғой жігіттер, давай. Жігіттер, осы нәрсе жақсылыққа апарса, осы күнге дейін ішкендер не үшін жақсы болмады? Болмыждар неге бақытты болып кетпеді? Жігіттер, шын дос жылатып айтады дейді. Сендерге жаным ашығаннан кейін айтып отырмын. Қойыңдар бұл нәрсені, болды. Сен осы аққа ішіп келіп бізге уағыз айтпай қой. Сардар, сендерге жаным ашығаннан кейін айтып отырмын. Жастық шақты бұлай өткізбей ақ қойық та. Қойсаңдаршы болды ғой. Бізге бұлай үйтіп жаның ашымай ақ қойсын. Жақсы жігіттер, мен қатты күткен сияқтысыңдар ғой. Тұрайын, мен кеттім. Кетсең кете бер. Бізге жаның ашымай ақ қойсын. Өзіңе жаның ашып алсын бірінші. Не үшін? Қайнаған қол астынан жұмыс істеп бізге кісі болмай ақ қой. Не демекшің сен, Не демекшің? Қайын жұрттың қол астына құрдай жорғалап, олай бізге кісі болмай ақ қой. Қабақ, зато сен құсап бір жерін теуіп жүрген жоқтың, түсіндің ба? Не демекшің, Қойшы. Не болды көзіңе? Ештеңе болған жоқ. Ештеңе болмағанда көгеріп тұрғаны? Бүйрегім ауырып тұр. Жеп бір ғана бүйрегің ауырады екен, да? Айтса енді кімнен опық жедің? Опығы несі? Кім болса да чотка естелік қалдырыпты да көзіңе. Сен осы маған негізі жаның аши ма? Енді жаным ашығаннан кейін сұрап атқан жоқпын ба? Айтпай отырсың ғой, не болғанын? Айтсам не істейсің? Ақымды алып бересің ба? Ой алла. Жүрені со, әркімнен таяқ жеп жасың мыңға келген кезде. Отыршы тыншы. Айырып тастаймын қазір. Мені ғана айыруға шамасы келеді да бұның. Ана көзіңді көгерткендерді айырмайсың бұдан да бар. Жолдос. Бұл кім етін ішінде? Кіме бұл? Жұлдыз. Жұлдыз. Кім бұл? Қайсы бұл түн ішінде? Бәлем соңғы үміттен айрылдық, берілген бақытты жоғалтып